Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жұмыс орны жүйесіне қош келдіңіз. Бұл бейнеде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы құжаттарға қол қою тәртібі қарастырылады. Құжаттар жүйеде тексерілгеннен, толтырылғаннан, жүктелгеннен және автоматты түрде қалыптастырылғаннан кейін, өтінімді өңдеу барысында оларды ЭЦХ арқылы қол қою кезеңі жүзеге асырылады. Электрондық қолтаңба құжаттың заңды күшін растау және өтінімді өңдеуді аяқтау үшін қажет. Қол қоюға кіріспес бұрын, келесі шарттарды тексеріңіз. Энсалиер бағдарламасы іске қосылған болуы керек. ЭЦХ кілті құрылғыда қолжетімді болуы тиіс. Өтінімді өңдеу интерфейсінде төменгі жағында келесі қадам батырмасы орналасқан. Оны басқаннан кейін жүйе автоматты түрде оқуға және қол қоюға арналған құжаттар терезесін ашады. Құжаттың оң жағында орналасқан батырманы басу арқылы файлды жүктеуге болады. Құжаттың мазмұнына көз жеткізгеннен кейін қол қою батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде ЭЦХ файлының орналасқан жерін көрсетіңіз. Қол қою үшін парольді енгізіңіз. Сәтті қол қойылғаннан кейін құжаттың мәртебесі қол қойылған дегенге өзгереді. Бұл өтінімді одан әрі өңдеуге және оны толық аяқтауға мүмкіндік береді. Электрондық қол қою кезеңі құжаттардың заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететін маңызды және соңғы әрекет болып табылады.